Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша» шығармасын оқыдыңыз ба? Егер сіз бұл шығарманы оқымасаңыз, мен сізге бұл кітапты оқуыңызға 5 себеп тауып беремін. Біріншіден, сіз бұл шығарманы оқи отырып, қазақтың ұлттық дүниетанымымен танысып, рухани әлеміңізді байытасыз. Екіншіден, тағдыр мен махаббаттың философиялық мәселелерін пайымдайсыз. Үшіншіден, автордың көркем тіл байлығы мен символиканы қабылдайсыз. Төртіншіден, сіз бұл шығарманы оқи отырып, қиялыңызда Мыңбұлақ ауылына барып қайтасыз. Бесіншіден, соғыс пен аштық зардабын көрген Барыс хан қалай өмірден түңілмеді, оны алға қарай жетелеген нендей нәрсе екенін осы шығарманы оқи отырып түсінесіз. Бәлкім сіз өмірдің мәнін таппай, бұл өмір неткен қиын еді деп жүрсеңіз, осы шығарманы оқу арқылы кейіпкердің басынан өткен қиын тағдырды көріп, өз өміріңізге тәубе етесіз. Сондықтан мен сіздерді «Ай мен Айша» шығармасын оқуға шақырамын.